Қоғамда талқыланып жатқан шу сол кешью туралы деректі фильм. Ұрлық болды деген ол группада болған нәрсе. Біреу жерді осы Элизаттан шығатын сияқты, Элизат ұрлықшы сияқты деп. Жоқ, ол мен емес. Деректі фильмнен кейін кейбір қыздар ренжіп жатыр екен. Ертең 20 жылдық келген кезде ешкіммен сөйлеспей қоймаймын екен деп. Бәрі бір-біріне ренжіп та. Қыз балалар бірге жұмыс істеген жерде ол всегда сондай болады. Әркіммен талас болады, ұрыс болады, бір-бірімен бас қазанға сыймайтын кездер болады. Біз Сара екеуміз төбелескенбіз. Почему после развода женщина так сияет? Өз-өзіне қарамай кеткен әйелдердің күйеулері басқа әдемі қыздармен изменять етіп кетеді да. Сен кезінде мен алғанда қандай еді? Мен де әдемі болдым ғой, мен де сұлу болдым ғой. Неге сен мені басқа әйелге ауыстырып кеттің деген. Сізге бір хейт басқаша әсер ететін сияқты, иә? Давай ашық киіне берейікші деймін да. Боди болса боди. Джейлолар да жүр ғой. 50-ге 60-қа келсе де. Мен де сол Джейлодан кем болмаймын. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыз. Баршаңызға сәлем. Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі қонағымызды таныстырып өтейін. Әнші Элизат Берікова. Қош келдіңіз. Рахмет. Элизат, көңіл-күй қалай? Күшті. Қалай жеттіңіз? Жақсы. Тез келдім. Келгеніңізге, көргенімізге біз қуанып отырмыз, Элизат. Рахмет. Көріспегелі, көрмегелі біраз жыл болыпты. Біраз жыл болғанда бір 2 жыл болған шығар. Сондай, иә. 2 жылда үлкен жаңалықтар болды. Енді шығармашылығыңызға қайта оралып жатыр екенсіз. Бұрынғы продюсеріңіз Баян Мақсатқызына қайтадан барыпсыз. Кешірім сұрадым дедіңіз, иә? Жалпы қалай болды? Кешірді ме? Осыдан бастайық бірден. Енді кешірмесе мен онымен жұмыс істейтін бе едім. Әрине кешірді. Содан кейін контрактқа баяғыдай отырып, қайтадан жұмыс бастап кеттік. Қазір енді қоғамда талқыланып жатқан шу сол кешью туралы деректі фильм. Сол деректі фильмде Баян Мақсатқызы сіз туралы айтқан кезде сіздің ол кісіні сотқа бергеніңіз туралы айтылды. Бұл уақытқа дейін ол бір жаңалық болып талқыланған жоқ еді. Қазір сол әңгіменің шеті шықты. Жалпы ол сіздің тарапыңыздан болған инициатива дейді ғой. Сондай, сотқа беру. Бұл нәрсені ешкім білген жоқ негізі, ол өзара біздің екеуміздің ортамызда болған нәрсе. Және ол жерде мен бұл нәрсені қазір ашқым келмейді, өйткені бұл баяғыда жабылып кеткен нәрсе. Ол жерде адамдардың есімдері бар, аталмайтын. Қазір ол ашылса үлкен дауға шығып кетуі мүмкін. Сондықтан жабулы қазан, жабулы күйінде кету керек деп ойлаймын. Ол кешірілді. Ол нәрсенің шындығы шықты. Баян Мақсатқызы түсінді. Оның артында кім тұрған екен, қалай болған екен. Содан кейін ол нәрсе кешіріліп, қайтадан мен жұмысқа келдім. Мен сол сұхбатты көргеннен кейін, Элизатқа обал болды ғой деп ойладым. Менің ойымша сол бір оқиғаның артында мүмкін сіздің экс жолдасыңыз тұрған шығар деп ойладым. Жоқ. Жақсы. Жалпы сол кешью тобы туралы деректі фильмнен кейін қазір қоғамда кәдімгідей қатты талқыланып жатыр. Кейбір қыздар ренжіп жатыр екен. Кімнің Мөлдір Әуелбекованың постын көріп қалдық бүгін. Мен де бүгін көрдім. Иә, сөйтіп сіздің өз тарапыңыздан ешқандай реніш болған жоқ па? Басқа қыздар не деп жатыр? Маған айтқаннама мен туралы ешкім ондай жаман нәрсе айтпаған. Оның ішінде, кстати, ұрлық болды деген ол біздің группада болған нәрсе. Сосын комментарийларды мен де оқыдым кіріп. Сонда біреу жерді осы Элизаттан шығатын сияқты, Элизат ұрлықшы сияқты деп. Жоқ, ол мен емес. Ол басқа адам. Бірақ енді ол адамның атын айтпай қою, ол айтылған жоқ. Сондықтан айтылмау дұрыс деп ойлаймын енді. Сіз көрдіңіз ғой, ол документалды фильмді? Әрине. 100% енді шындық деп ойлаймын, сол жақта айтылып жатқан дүниенің барлығы. Бірақ бір жасырып қалған сәттер көп сияқты. Әрине. Жасырып қалғанда ол интервьюда біз ешкім дайындалып барған жоқ. Біз даже қыздармен де сөйлескен жоқпыз. Мен мысалы Балжанмен болады ғой, бір өзара қыздар, давайте договоримся, былай айтайық, бәріміздің сөзіміз бір жерден шықсын деген сияқты. Мысалы ондай болған жоқ. Ешкімде ондай дайындық болған жоқ. Мен Назыммен де сөйлескен жоқпын, Балжанмен де сөйлескен жоқпын. Өзім әркімге өзінің бір уақыт берілді. Бір 2 сағаттай ма, 3 сағаттай болды ғой деймін интервью. Көп нәрсе сұралынды. Ол жерде негізі көп нәрселер айтылынды, бірақ та оның бір керек жерін үзіп алған ғой. Негізі ол сұхбат деген кәдімгідей өте үлкен сұхбат болды.
2 сағаттық, менің өзіммен 2,5 сағат па сондай болды. Ол әр қызбен сондай ұзақ сұхбат болды. Керек жерлерін алған. Аха. Балжан өзі мысалы ренжіп жатыр екен. Мен мақтап дұрыс нәрселер айтқам, бірақ сол жамандаған сәттерін ғана алған екен деп. Өзін айтқан ба? Өзін айтқан. Мүмкін енді ол жерге де менің ойымша бір интрижка керек, жаңағындай қызықты моменттер керек қой. Сол мен де басында ойладым, көп нәрсе айтылды ғой енді. Көбісінің монтажда алынғаны бар, сонда мен айтамын ғой. Ертең 20 жылдық келген кезде ешкіммен сөйлеспей қоймаймын екен деп. Бәрі бір-біріне ренжіп та. Сөйтіп күлгенбіз. Бірақ енді былай қарап тұрсам, біздің екінші выпускта ондай қатты көп нәрселер айтылмаған. Бірінші выпуск енді жарды ғой бірінші выпуск. Екінші шығарылымда ол шығарылымның бір гүлі ол сіз болдыңыз. Неге? Себебі сіздің айтқандарыңыздың көбі талқыланды мысалы. Біреу мысалы топта бір қызбен мысалы енді атын айтпайды ғой, бір қызбен келіспей қалдым десе, Элизат шығар дейді мысалы. Мүмкін енді қазір сол продакшнда жүргеннен кейін шығар талқыға түсіп жатқан, білмеймін. Әйтпесе барлығы да айтты ғой айтатын нәрсені. Енді ол girls band қой. Ол қайда бармаса да қыз балалар бірге жұмыс істеген жерде ол всегда сондай болады. Әркіммен талас болады, ұрыс болады, бір-бірімен бас қазанға сыймайтын кездер болады. Әр қыздың өзінің мінезі бар. Әр қыз біреу қырсық болуы мүмкін, біреуге бірдеңе жақпауы мүмкін, біреуге біреудің тембрі ұнамайды, біреуге біреудің бірдеңесі ұнамайды деген сияқты ғой. Ол өзара да сондай болып тұрады. Тем более болады ондай бір-біріне сондай жақтыртпай тұратын, сенен дауысы мықты болуы мүмкін, сенен күшті билеуі мүмкін да. И все равно әр қыз, мен ойлаймын, іштей бүйтіп ойланады ғой енді. Неге менде ондай дар жоқ екен деген сияқты, неге менде оныкі сияқты мүмкіншілік жоқ екен ән айтатын деген сияқты. Ол болады. Сондықтан ол жердегі болған ұрыстар да, жаңағыдай керістер де, төбелестер де, ол орынды нәрсе, ол болған нәрсе. Кіммен төбелестіңіз? Біз Сара екеуміз төбелескенбіз. Лашын тобында болғанда? Лашында болдық бізде. Сол. Бірақ та бір айта кететін нәрсе, ол енді ол кезде біз 19-да болдық. Мен 19-дам, Сара ол кезде ол менен 2 жас кішкентай. Ол 17-де ғой. Себеп болма? Балалық шығар. Енді Сараның тарапынан артық нәрселер айтып қойған кез болды. Содан мен шыдай алмай жынданып, екеуміз кәдімгідей кездесіп далада төбелесіп қалған болған сондай. Бірақ та енді екеуміз кішкентайымыздан дегенде, студенттік кезден бастап біз бірге өстік. Маған ол жаңа төбелес ештеңе емесші. Оған да менің ойымша бір сондай ішіне күйік сақтайтындай, қазір жек көретіндей, одан кейін біз қаншама жылдар араластық, бір нанды бөлісіп жедік деп айтсақ болады. Сол студенттік кездер ол ең күшті кездер ғой. Беззаботный кездер, қыдыратын, көп приключения болатын, бастан көп нәрсе өтетін, бірге кастингқа келдік, бірге бір группада ән айттық, бәрін бірге бастадық. Біздің карьерамыз бірге көтерілді десек болады. Сондықтан ол нәрсе баяғыда ұмытылып кеткен нәрсе, ол нормально. Бізде кездесуде соңғы рет деген айдар бар. Бірнеше сұрақ қоямыз, сол сұраққа жауап беруіңіз керек. Соңғы рет деп басталады. Элизат соңғы рет қашан жылады? Соңғы рет қашан жыладым мен? Недавно жыладым. Бір 4 күн болған шығар. Сондай стрессовый моменттер болады. Жалпы үлгере алмай кететін. Менде график өте тығыз. Шынымен де менде вокалым бар, менен бөлек хореографиям бар, оның бәрі уақыт алады. Мен залға барасың, арасында менің мамамын, менің балаларым бар, мен үйде де үлгеруім керек, далада да үлгеруім керек. То есть жұмыста да үлгеруім керек. Сондықтан мен иногда андай болады, мотылектер сияқты шып қонып жүре беремін да, ана жаққа үлгеруім керек, мына жаққа баруым керек. Еще мен өзім болмысым сондай да, мен всегда асығып жүремін. Кеттік жүріңдер бол тез, анан жинаққа ойындар, кей кездері мен өзімді бір мазасыз сияқты сезінем да. Сезінбеймін, мүмкін ол солай шығар. Күткенді ұнатпаймын, біреуді күткенді ұнатпаймын, и өзімді де күткізбеуге тырысам да. Пунктуальность, ответственность жағынан. Сондықтан
сөйтіп ары бері жүре берем да, и бір күні бір болады ғой, пауза аласың ғой. Сондай моментте мен просто менде благодарство болды да. Мен шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр, бірақ та маған жұмыс істеу керек та. И мен жыладым да, айтып жатырмын да, енді Құдайға обращение жасайсың ғой сен да. Рахмет, мен қанша шаршасам да, бірақ та мен жақсы көретін жұмыс маған берілген үшін, осы жақсы көретін нәрсемен айналысып жатқаным үшін соған мен ризамын деймін да. Рахмет маған, осындай өмір бергеніне рахмет. Дәл осындай қазіргі күйде болсам да рахмет деп. Сондай благодарность болды да. Қашан соңғы рет өтірік айттыңыз? Кімге өтірік айттым? Мен не деп айттым? Бір балаға өтірік айтқан шығармын, бір жігітке өтірік айтқан шығармын. Негізі қолым бос болды, шығуым керек болды. Шығуым керек деген кезде енді неге шақырады ғой, ужинға немесе киноға болсын. Сонда өтірік айтқам, менде репетициялар болып жатыр, мен шыға алмаймын, бірақ та мен ол кезде үйде жаттым. Ол анау мобил, көрші емес, ешкім емес, ол жігіт. Жігіт, Сізге көңілі алып иә, жүрген. өйткені шыққым келмейтін кездер болады. Сол кезде айтасың, енді не дейсің? Тура бетіне айтқың келмейді, адамды ренжіткім келмейді, сондықтан мен қолым бос емес. Бір жазады, екі жазады, үш жазады, одан кейін өз түсінеді деп ойлаймын. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Соңғы рет қашан қатты ұялдым? Көп ойландырады екен сұрақ. Вроде банандай мимолетный жеңіл сұрақтар да, бірақ ойланған кезде соңғы рет не үшін ұялдым мен? Костюм үшін шығар. Осы Алтын ханымда маған боди тігілген болатын, полностью анандай обтягивающий костюм. И соның ішіндегі костюмды тігіп үлгере алмай қалды да. И соның ішінде анандай не болды да, бодиі үлкен трусик сияқты болу керек еді да. Бірақ ол бітпей қалған, стринги болып тұрды да. Анау просвечивать етеді бәрін. И бізде генеральный прогон болды да. Енді и костюммен генеральный прогон болды. Сол кезде сол костюмды стрингимен сөйтіп киюге тура келді. Ол жақта қаншама адам за кулисой жүр, қаншама жаңа ханымдардың өздерінен де. Все равно енді әйел адам болсаң да, бірақ сахнада олай жүре алмайсың ғой. Сондықтан сол жерде ұялып жүрдім да. Қашан соңғы рет өзіңізді шын бақытты сезіндіңіз? Кеше, мүмкін. Соңғы кездері вообще мен өз-өзіме көңілім қатты толып жүр деп айта аламын. Өйткені мен армандаған нәрсе, мен қалаған нәрсе жылдар бойы ішім ашитын еді, неге ол осылай болып қалды, неге мен кетіп қалдым деген сияқты. Неге мен сахнада жоқпын деген нәрсеге мен қайтадан оралдым, мен қайтадан өзімнің орныма келдім деп айта аламын. Сондықтан қазір мен бақыттымын. Соңғы рет қашан алданып қалдыңыз? Оны мен ешкімге айтқан жоқпын. Ол қыста болды. Жаңа жыл қарсаңында мен Инстаграмнан туроператор таптым да, тур алдым. Сестренкама, 2 балаға және өзіме, 4-емізге. Сөйтіп мені алдап кетті. Мә саған. Туроператорлар. Қай мемлекетке? Біз неге алдым? Дохаға алған болатым. Катарға. Катарға. Иә. Сол кезде Новый год, гала ужин деп, енді жаңа жыл қарсаңына ұшып барайын дегенбіз. Сол кезде солай алданып қалдым. Элизат соңғы рет қашан ғашық болды? Десе соңғы рет мен қашан ғашық болдым? Мен ғашық болған жоқ ешкімге. Мен әлі ондай адамды кездестірген жоқпын. Жалпы өмірде ма осы уақытқа дейін, әлде ажырасқаннан кейін ба? Ажырасқаннан кейін шығар. Енді ол бала махаббаттан келген сондай үлкен этаппен мен 7 жыл бірге жүрген болатынбыз, жігіт пен қыз болып. 3 жыл бізде брак болды, 10 жылға таяу қасында күнде бір адаммен өмір сүру, жүру, ол оңай емес. Кәдімгі бізде бала махаббаттан басталған сондай күшті махаббат болды. Мен сүйдім. Сондықтан олай әлі ешкімді сүйіп көрген жоқпын. Соңғы рет қашан қарызға ақша алдыңыз? Кімнен алдыңыз? Қарызға болған кезде ондай ғой. Бізде гонорарлар, зарплаталар түсетін кездер болады ғой. Сол кезде сенің оплатаң одан бұрын болып қалуы мүмкін да. Сол сияқты ол 1-2-3 күндік не шығар? Бере тұршы, саған ертең жіберем деген. Сондай ғана. Бұлай қарызға сұрапсың, көп жүріп, ондай жоқ. Қашан соңғы рет ашуландыңыз? Мен часто ашуланшақ адаммын. Тез ұмытып кетесіз, иә? Тез ұмытып кетем, иә, бірақ я очень вспыльчивая. Менде мысалы бірдеңе болмай жатса, неге мына орында емес
неге мынаны былай тұру керек еді ғой, менде сондай да. И жұмыс бабында да мен я очень требовательная, талапшымын, и өзімде анандай немін да, жауапкершілікпен қараймын. Сондықтан мен талапшылмын, өйткені менен де сұрайтын адамдар бар да, и мен олны жауап беріп орнында тұру керек қой. Ол биіңді жаттау керексің ғой, ертең сенде концерт. Сол үшін егерде мына жақта дұрыс болмай жатса, мен мына жақтағыларға айғайлауым мүмкін да, неге ол мен ертең мынаны тапсыруым керек, неге сендер жоқсыңдар деген сияқты, сондай болуы мүмкін. Осымен соңғы рет Айдар аяқталды. Дәл қазір біздің сұхбатты көріп отырған көрермен кездесу YouTube арнасына жазылып қойыңыздар және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар, келесі шығарылымдарды өткізіп алмас үшін. Ән айтасыз, биді де билейсіз, актрисалық қырыңызды да білеміз. Жақында үлкен бір сериалға басты рөлге түстіңіз. Жалпы бәрін қатар алып жүру қиын емес па? Негізі актрисалық ұнай ма сізге? Әлде бұл байқап көрейін деп содан шыққан ой ма? Мүмкін сондай шығар. Әрине мен үшін бірінші орында ол ән айту. Менің жанымның қалауы сол. Сахна, кәдімгі живой аудиториямен сөйлесу, тілдесу, энергиямен алмасу, халықтың қошеметіне бөлену, ол мен үшін бірінші орында. Ал киноға түсу, мен байқасаңыздар, анандай күнде бір кастингқа барып, ана картинада бір жүріп, мына картинада бір жүрген жоқпын ғой. Ол маған болады өзіңіз сондай спростар. Вот Элизат, сіз именно осы рөлге келесіз деп шақырғандарға, если мен сол жерден өтіп жатсам, түсем. Бірақ анандай менде цель жоқ та, осындай картинаға түсуім керек, күштілеп ойнап шығуым керек деген сияқты. Маған больше сахнада ән айту, би билеу. Бірақ Әділ Ахметпен түскен сериал қатты ұнаған сияқты сізге. Неге? Бақытты болып жүрмін ба? Ол съемканың несі де ұнады маған. Атмосферасы, өйткені жаз уақытысында түсірілді. Жазда біз бір 10 күн ба, или почти 2 аптаға жуық қой деймін, біз Түрген ауылына кетіп қалдық. Ал мен ол жерде бірінші рет болдым да. Қандай керемет. Мен негізі туып өскен жерім Меркі, ол таулы жер, сондай жасыл, зеленый город да, жаңағыдай зелени очень много. И ана жақтың вайпы тура сондай болды да. Мен өзім тауды өте қатты жақсы көремін. Мен қуанған кезімде болса да, настроением күшті болса да, немесе депрессия, мұңайған кезде мен тауға шығып кетемін. Тау жаққа барып, машинада отырам, жүрем, шығам, өзім жалғыз да бара берем. Сондықтан ана жаққа барған кезде күшті бір сондай вайп болды, как будто мен өзімнің туған жеріме барған сияқты. Су сарқырап ағып жатыр өзеннен, талдар. Үйден шығасың, прям таудың етегі. Жаңа біз именно үйде съемка жасаған жер. Мен деген күшті, ауасы қандай керемет. Сондықтан еще актерлармен бір күшті тіл табысып кеттік. Ана жақта бір үйде тұрдық қой енді бәріміз. Бір күшті үлкен семья болып кеттік. Ол да жақсы ғой. Актерлармен бір энергия алмасып, олардың оқитын, олар бәрі театрдың актерлары ғой. Мен шынымды айтсам бірінші рет, оказывается, театр актерларымен жұмыс жасаған екенмін. И бірге тұрғаннан кейін, бір үйде тұрғаннан кейін олардың сен кәдімгі болмыстарын мен прочувствовала прям. Элизат, кездесудің тағы бір айдары бұл хейтерден хат. Енді бұл хейтер емес, бұл мүмкін сіздің оқырманыңыздың, тыңдарманыңыздың пікірі болар. Былай дейді, орысша жазыпты. Почему после развода женщина так сияет, дейді. Жансая. Всегда солай сияқты менің де өзімнің наблюдениемнен мен де солай всегда көремін. Енді менің ойымша әйел адам көбісі махаббатқа қатты беріліп кетеді екен. Менде де сондай болған шығар деп ойлаймын. Мен үйде енді кімге боянасың, енді күнде күйеуіңе боянып отыра бермейсің, уақытың жоқ, боянатын да уақыт болмай қалатын кездер болады. Особенно когда сенде погодка, екі кішкентай бала болғанда, біреу еңбектеп жатса, біреу емшек емеді деген сияқты, иә. Сен ол жақта памперс ауыстыруға үлгеремей жатасың. Шынымен де үйіңді жинауың керексің, тамақ істеп қою керексің, бәріне үлгеру керексің. Сондықтан домашний бытта жүрген кезде әйел өз-өзін ұмытып кетеді екен. Сондықтан көп адам өзіне қарамай кетеді. И обычно солай өз-өзіне қарамай кеткен әйелдердің күйеулері басқа әдемі қыздармен изменять етіп кетеді да. И сондай моменттерде әйелдің эгосына тиеді да ол, ішкі жан дүниесіне. Сен кезінде мен алғанда қандай мен де әдемі болдым ғой, мен де сұлу болдым ғой. Неге сен мені басқа әйелге ауыстырып кеттің деген. Сондай бір эгосына қатты жынына тиген кезде мен де ондай бола аламын деп әр әйел адам
солай өз-өзін жаңағындай қайтадан жарыққа әдемі етіп шығарады. Духовно болса да, қалай болса да, әйтеуір біреу неге барып жатады, аталады, психологтарға барып жатады, іштей біреу сырттай тюнинговать етеді, өзінің ернін істетпеген ернін жасатады, мысалы пластикалық операция жасатуы мүмкін, біреу емшегін жасатып жатады. Вообще адам сондай ғой, білмейсің ғой, қалай то есть қандай состояниеда екен. Әр әйел бір өзінің этап состояниесінде жүреді. Біреу тез шығып кетуі мүмкін ондай нәрседен. Біреу очень долго шығады. Мысалы, мен өте ұзақ шықтым ол нәрседен. Мен үшін адамды, жақсы көрген адамды жіберу оңай емес. Мен өте ұзақ жіберем ол адамды. Мен жарайды, если даже мен айтсам, если отрубать етсем де, все болды деп ол адамды көрмей кетсем де, 3 жыл көрмесем де, 4 жыл көрмесем де, бірақ ішімде қатты менің ішім жібермей тұрады. Ішімнен жібере алмаймын ол адамды. Сондықтан менде де долго. Ол күйеу емес, ол емес. Ол подруга болуы мүмкін, ол сенің жақын адамың болуы мүмкін, ол сенің бір туысың болуы мүмкін да. Сондай жақсы көрген адам мен үшін жіберу қиын. Сізге осы ажырасқаннан кейін не қиын болды? Қайтадан өзіңізді жинау ма, әлде адамдардың жаңағы сөздері, өсек деген сияқты, енді әдетте оңдырмайды ғой негізі. Қазір ғой қоғам кішкене ажырасқан әйелдерге бір көзқарасы өзгеріп жатыр да. Қазір өткенде бір кісінің сөзін көріп қалдым да, бұрын мысалы ажырасқан адамдарға әңгіме айтатын еді. Қазір 3 үйдің 2-еуінде ажырасқан адам бар мысалы. Қазір көбейіп кетті да ол. Сен біреуді сынап жатсаң, өзіңе тиіп кетуі мүмкін. Қазір адамдар кішкене басылды. Сізге не қиын болды ажырасқаннан кейін? Мен үшін адамдардың хайты емес. Точно. Мен всегда сондай болатын. Маған вообще по барабану болатын еді. Кім маған мен туралы не жазып жатыр, аяғың қисық десе де, түрің онша емес дейтін. Енді мен адаммын ғой, мен әркімге ұнау міндетті емес, на вкус и цвет товарищи нет қой. Сондықтан мені красавица деп көретін адамдар бар. Мені өте түрі әдемі емес деп көретін адамдар да бар. Сондықтан бес саусақ бірдей емес, әркімге ұнау міндетті емессің. Кім не деп жатса да, мен үндемейтінмін, өйткені мен всегда айтатынмын. Жаман нәрсе айтып жатса да, айтатын едім. Осы мен көріп жатқан нәрсе, осы менің қазір дәл ішімдегі болып жатқан состояниені лучше саған бермей-ақ қойсыншы деп. Солай айтылайтынмын. Дәл осы нәрсені қазір сен көтере алмайтын едің ғой деп. Потому что сол нәрсені ол хейт етіп тұрған адам, өзі көтере алмайтын адам. Егер де ол көтере алатын болса, ол үндемей өтіп кететін еді. Сондықтан сөйтіп айтатыным всегда. Маған, наверное, аяқтан көтерілу кішкене қиындау болған шығар. Өйткені мен кеткен кезде кішкентай балам 11 айлық болатын. Мен оны емізетінмін әлі. Өпей ғой әлі. Ал сен бір күнде сахнаға шығып кете алмайсың, жаңағы айтқан сияқты ғой. Мен ойладым, тағы да менің қолымнан не келеді? Мен салонда күшті бояндыратын едім ғой. Мен команда жинайын, мен салон ашайын деп шештім. Содан кейін сол салонды ашу, аяқтан тұру, жалпы оны орнықтыру, бизнес сразу бір күнде құрып кете алмайды. Ол да оңай емес. Бірақ енді сахнадан шығуға қарағанда әлдеқайда оның вклады аздау болды да. Сахнаға шығу вклад, сіздер білесіздер, ол ақталмай қалуы мүмкін. Ақталмай қалуы да мүмкін, и бір әннің өзі қаншама, оның тексті қаншама тұрады, оның жазатын студиясы бар, оны өңдеу бар. Сондықтан ол бір ән 1,5-2 миллионға шығып кетуі мүмкін. Сен оған клип түсіру керексің, сен оған киім алу керексің, сен оған адамдар жалдайсың. Ол бір әннің өзінің артында, оған бишілер алсаң, вообще қазір бишілер өте қымбат тұрады. Бір ән жазып видео шығару үшін 5 миллионнан кем емес. Одан больше болмаса. Сондықтан мен пока что, мен осылай өмір сүруіме күнделікті, маған сол жетеді деп ойладым. И сол нәрсені істедім. Ол кезде бриллианттарым болды, қаншама алтындарым болды. Бәрін мен саттым. И сол нәрседен мен вклад жасап, жаңа салон ашқан болатын. Негізі жас кезінде адам ажырасқаннан кейін бәлкім ой туатын шығар. Мысалы,
сәл шыдай тұруым керек еді, мүмкін тағы да бір мүмкіндік беруім керек пе еді деген сияқты ойлар. Қазір жолдасыңыз мысалы қайтадан ұсыныс жасаса келісер ме едіңіз? Қаншама жылдан кейін ба? Жоқ, бұл история мен үшін ол жабылды да, бұл жабық нәрсе. Ал егер де қалай өзгертетін бедің деп айтатын болсақ, мен өзгертпейтін едім ештеңені. Өйткені мен шынайы жақсы көрдім ғой. Мен шынайы бақытты болдым, мен шынайы қаладым, менің балаларым бар, менде өкініш жоқ өткен өмірге. Мен қазір соған келген адам, значит, ол жіберді деген нәрсе ғой. И мен қазір бақыттымын. Жаман нәрсе айта алмаймын. Өйткені ол кезде өзінің жаман жағда болса да, ол кезде жақсы күндерде болды да көп. Ол жерде балалар тұрған кезде жаман деп айта алмайды екенсің. Соны мен түсіндім. Егер де сол уақытқа қайтадан қайтып барсам, менің ойымша мен тағы да оны таңдар едім. Өйткені мен балаларым бар ғой. А мен басқа бала керек емес. Мен өзімнің балаларымнан басқа. Балаларыңыз Инстаграмнан көрем, бұзық, иә? Өте бұзық. Сізге тартқан ба бұзықтығы? Мүмкін. Мен вообще кішкентай кезімде атам мен апамның қолында өстім. 4-ші сыныпқа дейін. И мен мектепте қатты төбелесетінмін. Балалардың жігіттердің атаман болатын. Қыздардың емес даже. Қыздар вообще маған қарап сөйлей алмайтын. 4-ші классқа дейін ол сол меркіде болды. Еще жаңағы біздің одноклассниктер бар ғой. Мен кәдімгідей қатты төбелесетінмін, оларды жеңіп қоятын да. И айтатын, бізде үйдің артында картошкалар көп болатын, егілгенші. И картошка не істейді ғой? Қазу керек. Қазатын кезең болады ғой. Сол кезде ұрып балаларды алып келетін. Еге 3-4 бала қазатын соны. Ужас да. Это не я. Қазір енді қаншама уақыт өткеннен кейін айтам да, қыз болып отырған. Бірақ негізі менің мінезім сондай тік, ер мінезді. Просто мен иногда истеп қатты жынданған кезде прям андай неге олай емес деп балдарымды мен строго ұстаймын да өзімді. Сонда айтам да, мә Құдай, шүкір деймін да, осылай мен хотя бы келбетімді, болмысымды, бір фигурамды бір тонкий қылдырып, бір әдемі қылдырып, сүйкімді қылдырып жатқаныңа шүкір деймін да. Егер де мынандай мінезбен менде басқа түр болған кезде қиын болатын еді. Сондай нәрсе бар. Ұлдарыңыз қаншада жасы? 7-ге толады, 1 ай қалды. 2-шісі 6-ға толады. Бәрібір ер азаматтың тәрбиесі керек қой, ұл балалар болғаннан кейін. Сіз бір жағынан әке де болып, енді ана да болып, өзіңіз мінезіңізбен тәрбиелеп жүрген шығарсыз олар. Иә, мен сондай. Айтпай ма, жаңа садикте біреу тиіседі деген кезде не деп жауап бер деп айтасыз балаларыңызға? Вообще бізде мен енді ол балалар ғой ол. Мен всегда айтам, қыздарға қолдарыңды тигізбеңдер. Вообще қыз баланы ұруға болмайды. Орыс садикқа барады олар. И мен всегда айтам, девочек не трогайте. Девочки, они красивые, они нежные, они как я. Она девушка. Она женщина. Вообще қыздарға тиісуге болмайды. Солай үйретем. И ұлдар жағына келген кезде, білмеймін ғой, әркімнің енді әртүрлі тәрбие. Мен былай айтам. Если тебя бьют, всегда умей давать сдачу. Бьют, бей тоже. Қарап тұрмаңдар. Нельзя, или пацанов бить можно. Но не в глаза, или анандай емес та енді, көзін шұқып алып деген. Қай жерінен сен ұрса, старайся сол жерінен ұрып, сен сдачаңды беруге. Өйткені ұл балалар ғой. Иногда мен өз-өзімді де ойлаймын, енді қанша дегенмен қыз баламын ғой, андай қыздар сияқты қылып тәрбиелеп ұстамайын ба деп бүйтіп ойланып қалам. Это нельзя деп біз үйде жүреміз ғой солай. Сосын ойлаймын, мыналарға кішкене андай еркектік сияқты бірдеңе үйрету керек шығар деймін да. Нельзя, вот если бьют, бей деген сияқты. Сондай да бүйтіп ауыстырып қоямын иногда тактикаларды. Лизат, бізде кездесуде тағы бір айдар, ол TikTok тренд. TikToktағы бір тренд сізбен ойнаймыз, ол бүгін бізде норм, стрём. Дайынсыз ба? Норм или истрём ба? Давайте. Жігітпен мейрамханаға барғанда счетты бөліп төлеу.
Стрём, конечно. Өзім төлеймін десеңші. Өзім төлеймін. Жақсы. Біреу берген гүлді сатып жіберу. Ой, жоқ. Мен ондай нәрсемен айналыспаппын. Трендте болу үшін хайп жасау. Енді ол менде емес, больше біздің командада бар шығар. Давайте былай істесек, былай болады. Бірақ мен көп нәрсе подтверждать етпеймін. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Қанша жасты? Ну, 1-2 жас болса, немесе сенің сверстнигің болса, норм. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Если ол менікі тексеретін болса, еще вообще қырылыс қалайын тұрсам. Вообще стрём десе. Вообще стрём. Басқа бір әншімен концертке бірдей көйлек киіп келу. Ну, стрём, конечно. Қай жаққа болса да, вообще бірдей киім киіп алсаң, стрём. Жігітке сезіміңді бірінші болып білдіру. Бұрында стрём болатын еді. Қазір вообще норм. Болды ма? Нормально. Болды. Жоқ, егер де ол адам маған ұнаса, мен айтам, знаешь, вот ты мне тоже нравишься. Ты мне очень даже симпатичен деп. Бірінші бірақ ол айту керек, иә, сізге? Жоқ, не важно, қазір не важно. Я могу сама сказать первое. Вот ты мне нравишься деп. Много раз бывало. Я могу енді, өміріңде қаншама адамдар кездеседі ғой. Если ұнаса, мен айтам, ты мне нравишься, ты очень даже симпатичный деп. Өткенде Сабина, СС Сабина. Дәл осы сұраққа байланысты айтып еді, мен жігітке сезім білдірдім, бірақ ол торымыз жоқ болып кетті деді. Сізде де сондай ма? Білмеймін, менде бар ғой, маған клеш сияқты жабысып қалады, наоборот. Мен сосын өзім анандай жаңағы сияқты, мен қолым бос емес, мен шыға алмаймын, мен мынандай, мен 5-10 деп сөйтіп мен жоғалып кетемін ғой. Мен ондай жоғалудан күшті мастер спорт менде сразу блокқа салынады. Жоқ. Курс ашу керек қой. Курс ашайық. Автордың рұқсатынсыз әнін айту. Стрём, конечно, олай болмайды. Мен даже алдында Мақпал Исабекованың «Хабарласпа» деген әнін просто снипет қылдырып түсірейін дедік та, кавер жасап. Сол кездерде мен звондап, кәдімгідей ол кісінің өзінен Мақпал, можно спеть вашу песню деп, сол кезде да, Мақпалдың өзі де Ризат, молодец ты, вот рахмет, что есть такие артисты, которые спрашивают разрешение. Это же очень важно на самом деле. Бір ауыз алдынан өтсең, ол ештеңе кетпейді деп ойлаймын. Ол да хабардар болу керек қой. Сондықтан солай сұрағам, она разрешила, поэтому это норм. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса? Енді бәрібір де ол бір семьяға кетеді ғой. Норм. Ата енемен тұру. Смотря қандай деп өткізу. Смотря қандай. Білмейміз оны. Сюрприз барған кезде. Сол ғой. Вообще, енді я сейчас, кажется, переросла ондай моментті. Ата енемен тұру деген, тем более у меня, например, уже мен бірінші бракта 2 балам бар деген сияқты. Ендігі жол тұрмысқа шығатын адам, ол меніңше мамасы мен папасымен тұрмайтын жігіт болу керек, міндетті түрде. Ол кісілер жаққа қонаққа барып келеміз, бірақ біздің өзіміздің үйіміз, өзіміздің не болу керек сияқты, шаңырақ болу керек сияқты. Лашын тобына оралайық. Сара мен екеуің, тағы да бір қыз бар, 3 болып шықтыңдар, одан кейін 2 болдыңдар. Сара мен жақын құрбы болдыңдар, жаңа өзің де айттың, иә, студенттік кезден бері араластық деп. Қазір араласып тұрасыңдар ма Сарамен? Қазір Сарамен мен араласпағалы бір 3 жылдан асып кеткен шығар, 3, может 4 жыл болып кеткен шығар. Араласпаймыз. Себебі мен білмеймін, өйткені Инстаграмда ол жоқ, номерлардың бәрі ауысып кеткен. Содан хабарласпаймыз. Сара мен Элизатты Баян ханымның қыздардың арасындағы бағаланбаған, самый недооцененный қыздар деп айтады. Өзі айтқан ба? Жоқ, пікірлер сондай. Пікірлер ма? Адамдардың пікірлері ғой жазады, комментарий. Бағаланбаған, енді көтеріліп келе жатқан кезде кешуға қосты, одан кейін мүмкін ол былай шығар. Ол кездері мероприятиялар өте көп болатын. Ол кездері жабық кештер өте көп болатын, мысалы тойлар, жаңағы көп концерттер ұйымдастырылатын. Қазір байқайсыздар ма, концерттер көп емес бұрынғыдай. Қазір тек қана әр әнші өзінің жеке концертімен ғана шығатын болған. Бұрында бір қазақтың бірдеңе халық әндері, сағындырған әндері ай, бірдеңе көп ана туралы концерт болатын. Бізде қазір ондай сахнада ондай нелер жоқ, концерттер жоқ. Сол моменттерде выступленияда кешьюлар, енді ол кезде золотой составтан кейінгі кешью, конечно, олар без передышки жұмыс жасайтын. Соларға қарағанда біз
азырақ концерттерге шығатынбыз. Содан кейін шығар деп ойлаймын, солай айтқаны, недооцененный деп. Бірақ бізді халық жақсы воспринимать етті. Бірақ біздің танымалдылығымыз жақсы болды деп айта аламын. Біздің әндеріміз күшті болды. Бағаламадың, таңдағаным, жаса туған жерім, қазағымның арулары деген әдемі әндер шықты. Біздің Сара екеуміздің даусымыз, контрастымыз күшті келді да. И бізді халық зато жақсы көретін. Мақсат қыз жақсы көрмесе деп айтқам. Жақсы көрмейді емес, жақсы көреді ғой енді қыздардың бәрін. И сода деп ойлаймын мәселе. Баян Мақсатқызынан естіген ең ауыр сөз және мақтау. Баян Мақсатқыздан ең естіген ауыр сөз, ол кісі бұлғау сөз айтпайды. Бір жақсы жері. Бірақ культурно қатты айтуы мүмкін. Қандай сөз? Это было очень давно. Сол мен кеткен кездерде шығар. Не деп айтқанын ұмытып қалыппын, бірақ көп сөздер айтылды ғой енді. Ұрысқан кездері шығар, бірақ қазір білмеймін не айтқанын. Бірақ Бағым Мақсатына енді бізді точно ұрысатын еді да. Ты что, дура, что ли? Выходи! Енді ол кісінің де ол кездері жынданатын кездері болғанша, Бағым Мақсатқызының, Баян Мақсатқызымен ондай не жоқ негізі. Мақтауда да қатты жоқ, ол кісі ондай үйтіп қатты да мақтамайды сені, и қатты да үйтіп ұрыспайды да. Ол кісі бір ауыз сөз айтады, қалғандары директор арқылы ол бізге жетеді. Ал көп негізі істің бәрі, әннің бәрі, репертуардың бәрі студияда жасалынатын көп сағаттық тығыз жұмыс ол Бағым Мақсатқызымен болады. Сондықтан сол Бағым Мақсатқызынан мүмкін біз көбірек ұрыс естіген шығармыз деп ойлаймын. Рабочий процесс кезінде. Мақтайтын бет Бағым Мақсатқызы? Мақтау айтатын шығар енді ол кісі? Жоқ, бұрында мақтамайтын. Ол тактикада дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол кездері біз жас қыздар болдық. 18-19 жаста. Сен қазір мақтап қалшы, еще өзің басында примерно жұлдызың тұр. Халыққа бөлінген нең тұр, мысалы, танымалдылығың бар, даусың, тембрің күшті деп күнде айтып атады. Еще сен іш жақтан Бағым Мақсатқызы саған сен күштісің десе, бітті. Ол қыз сразу не істеп кетеді, шайқалып кетеді, жұлдыз ауруына кетеді. Ол ішкі жақтан бүйтіп ұстап тұру міндетті түрде ол дұрыс деп ойлаймын, сол кісінің тактикасы. Сол кездері. Ал қазір енді мен анандай неге келдім да, профессионалды түрде қабылдайтын деңгейге келдім да. Күшті болып тұрса да, мен өзім білем, мен мақтаса да, мен иіліп рахметімді айтатын. Запись кезі өте самый стрессовый момент. Стресс, запись, каждый запись мен айтамын ғой, сестренкам менімен бірге тұрады ғой, енді ол көреді ғой, мен стресстарымның бәрін сол көреді ғой. Үйдегі концерт бөлек ол. Сонда айтады да, мә, еләпке сіз осы айда қанша рет стресс алдыңыз дейді. Биің бар, постоянно жаттай алмай қалсаң, еще маған қойылған хореографиялар оңай емес та. Кәдімгі кәсіби бишілердің билейтін билері ғой, сонда мен айтам да. Айман мен Шолпан деген екі қыз менің хореографтарым. Сонда Шолпанға айтам ғой, Шолпан, пожалуйста, маған кішкене попроще жасап берші. Чуть-чуть кішкене деймін да. Мен демалатындай бір 2 секундқа сен менен көбірек жасасаң, мен сенен азырақ жасайыншы деймін да. Мен сен сияқты сендердің деңгейлеріңе әлі де ол қатты өскен жоқ. Мен олар профессионалды бишілер ғой, кішкентай кезінен бастап. Мен айтам, мен еще ән айтамын ғой. Мен ән айтып үлгеруім керек. Ал сен ана жақтағы ритм, бешеный ритм ғой, менде тез-тез әндер. Сен еще текстіңді айтып тұру керексің, ән айтып тұру керексің, еще санап тұрып сол движенияларды ровно-ровно түсу керексің. Оңай нәрсе емес, вообще оңай емес. Сосын именно анандай жаңа ответственный адам болғаннан кейін, прям четко 100% дайын болуым керек қой концертке. Сол үшін менде дайын болмаса, мен ұйықтап жатам ғой, болады бір оянып кетесің да, есіме түсіп кетеді, ана бит жаттау керек. У меня депрессия начинает. Мен тамақ ішіп отырсам да би есіме түсіп кетсе ғой. Блин, ана бит қазір барып жаттай, мен кеттім, мен тамақ ішіп біткеннен кейін сразу офисқа кетіп қалғанда бит жаттай. Ол хореографсыз өзім бара беремін, короче, мен. Дайындаламын сөйтіп. Бірақ соңғы сахнаға шыққаныңыз өте қатты сондай бір реакциялар жинап жатыр қазір Инстаграмда, рилстарда таралып. Ол костюмге байланысты және жаңағы пластикаға и
артындағы қыздармен бірге коннект деп ойлаймын. Оған біз мысалы бір ай дайындалдық деп айта аламын. Костюм қандай болу керек, мысалы ондай костюммен бізде әлі ешкім шыққан жоқ. Байқасаңыздар, кішкене ашықтау деген сияқты, иә, бодимен ондай әнші жоқ бізде. Сондықтан мен өзімде кіріп Бая Мақсатқызына айтқан болатын, біздің стилистпен де күнде талқыланатын нәрсе сол. Мен айтам да, давай ашық киіне берейікші деймін да. Боди болса боди. Джейлолар да жүр ғой, 50-ге 60-қа келсе де. Бізде неге сондай барьер бар деймін да. Сахна киелі, сахнаға өтіп шығуға болмайды. Сонда біз қандай деңгейде қалуымыз керек деймін да. Сол баяғы вечерний көйлекті киіп, сахнаға шығып, поклон беріп, 3 минут бір орында тұрып ән айтып, поклон беріп кетіп қалу ма сонда біздің деңгейіміз? Олай да болмайды ғой. Ол баяғыда сол мода болған. Біз одан өтіп кеттік қой. Баяғыда сондай болды, мысалы, әдемі қызды алайықшы, мысалы. Дариға деп жылап тұрып 3 минут бір орнынан қозғалмай айтатын сол мода болатын. Ол кетті енді қазір. Қазір каждый 6-7 жыл сайын, 5 жыл сайын музыка меняется. Стиль меняется. Неге бізде трендта болмасқа? Неге бізде күшті ән айтып, біз сияқты маған да сондай костюм тігіп, маған да сондай мировой деңгейде ән беріп, ән жазылып, сондай светтермен, софиттермен далада сондай концерт қояйыншы? Мен де сол Джейлодан кем болмаймын. Менде де солай жанды дауысты ән айта аламын. Менде де солай билей аламын. Ол үшін бірақ енді әрине дайындық керек та, жақсы дайындық. Бірақ ол қолда бар нәрсе, оны да жасауға болады. Бірақ бізде басталмай жатып, енді басталып жатсаң, сені өшіріп тастағысы келеді да, сөндіріп тастағысы келеді, сені сағыңды сындырып тастағысы келеді. Бірақ сындыра алмайды. Бірақ мен кәдімгідей соған қазір настрой өзімде құрып жүрмін. Сондай концерт бергім келеді, сондай деңгейде билегім келеді, сондай деңгейде ән айтқым келеді, сондай деңгейде үлкен команда артында билесе, ол күшті ғой. Енді басқа менің қалауым не болуы мүмкін? Мен әншімін. Шамамен қанша жылда осы арманыңызға жеткіңіз келеді? 1 жылда деп ойлаймын. 1 жылда? 1 жыл берсе, қайтадан хореографияны кәдімгі сол кәсіби деңгейге көтеру керек. Өйткені мен 5-6 жыл, 7 жылдай мен билеген жоқпын мүлдем. Кешеден кеткеннен кейін. Сондықтан қайтадан оны айтады ғой, денеңді растанцовывать ету керек. Качтарды бәрі автомат кету үшін. Иә, бәрі автомат кету үшін сен сол качқа іліну керексің да. Мен енді ілініп келе жатырмын мен, бірақ анандай Джейлоның деңгейіне дейін әрине тағы да дайындалу керек. Бірақ ол 1 жылдың ішінде мен оны шығара аламын деп айта аламын. Негізі сізге бір хит басқаша әсер ететін сияқты, иә? Иә. Байқап отырмын да. Иә, сіздің ойыңызша жаңағы бастысы әңгіме болу керек, иә? Адамдарға мотивация бере ма? Жаңағыдай обсуждение болу керек та, иә? Демек, обсуждение болса, адам тірі деген сөз, ол бір нәрсе жасап жатыр деген сөз. Енді қатты ол бағытқа мен жұмыс жасамаймын. Бірақ, когда о тебе говорят, это тоже хорошо. Даже если хорошо, даже если плохо. Поэтому ол дұрыс деп ойлаймын. Айтпай қойсашы ешкім ештеңе. Ол да жаман ғой. Қаншама сенің жасап жатқан жұмыстарың еленбесе, біреудің көзіне көрінбесе, ол жерде қаншама вклад, қаншама еңбек. Ол біреу көрмей қалса жаман ғой. Жақсы болса да, жаман болса да, бірақ ел аузындасың. Кешью тобындағы қыздармен кіммен әлі күнге дейін араласасыз, кіммен мүлдем араласпайсыз? Так, әлі күнге дейін біз араласатындай, біз лучший подружка болған жоқ, біз ешқайсымыз. Бір жан достар болып, бір-біріміздің үйімізге барып деген сияқты, то есть кеткеннен кейін да. Группада жүрген кезде все приходится быть каждый день вместе спать, каждый день вместе кушать, самолетқа отырсаң да сол қыз, кухняға барсаң да сол қыз деген сияқты ғой. Бірге амалың жоқ та, сен солармен бірге тұрасың. Одан кейін, кеткеннен кейін әр адам өзінің жолын таңдап кетті. Біреу семьялы болды. Семьялы болған кезде ол всегда солай болады да. Сен бәрібірде кім болса да, жұмысыңдағы адамдармен все равно сен алыстап кетесің. Ал қай жерге барып жұмыс жасайсың, сен сол жақтағы коллективіңмен араласасың. Бәрібірде старый коллективіңмен все равно қандай болса да ол алшақтай кетесің да. Сондықтан араласпаймыз бәрімен. Сәлеміміз түзу. Осындай репетициялар кездерінде біз міндетті түрде кездесеміз, бірақ бәрі баяғыдай.
бәрі бұрынғыдай, бәрі бір-біріне уважение бар, сағынған кезде сағындым деп айтатын кездер болады, еске түсіп жылап алатын кездер болады, ана помнишь осындай кезде 5 жыл бұрын өйтеді ғой деп күліп алатын кездер бар, моменттер бар да, бізде история бар, айтатын, талқылайтын нәрсе бар. Сондықтан как будто бір кеше ғана кездескен сияқты әңгімелесіп, сөйлесіп кете береміз ары қарай. Жоқ кезде де ешкімді іздемейді. Кіммен мүлдем араласпайсыз? Мүлдем араласпайтын дегенде, мен енді үлкен составтағылармен біз ол кезде де араласпағанбыз да. Ол кезде де сәлем болды. Біз Бота, Балжан, Жұлдыз, Нося, Сара, осы топ біз бірге болдық та. Енді бұл қыздардың арасынан қазір Сарамен ғана араласпайтын шығар ешкім. Қалғандарының бәрі бар. Бәрі жаңағы сияқты репетицияда көрген сияқты аманымыз түсу. Соңғы сұрақ. Элизаттың ана ретіндегі, әнші ретіндегі арманы қандай? Так, мен армандарды негізі айтуға болмайды. Айтпай қоя салайық. Әр ана өзінің баласына, просто обобщен айтайын да, әр ана өзінің баласына тек қана ең күштісін, ең дәмдісін, ең жақсысын тілейді, ең жақсысын береді. Ал өзіңнің сүйіктісіңе, жұмысыңа әрқашанда тек қана жолың ашық болсын деп айтқым келеді. Өзіме қолыңнан бәрі келеді. Бір рет келген нәрсе міндетті түрде екінші ретте келеді. Ол предел емес. Сондықтан мен білем, менде бәрі жақсы болатындығына, жолым ашық болатындығына. Жақсы, елестетейік, 20 жылдан кейін, мысалы, дәл осы сұхбатты Элизат көріп отыр мысалы. Ол кезде бәлкім ене шығарсыз. Қандай ене болам деп ойлайсыз? О, вот классный вопрос. Менде бізде үйде былай. Все равно бізде кішкене бір қатты қазақи ұстаным жоқ біздің үйде. Балдар орысша сөйлейді, орыстармен араласады, мұғалімдердің бәрі орыс деген сияқты ғой. И олар кішкене басқашалау балалар. Ағылшынша оқиды, мышлениелері өзгеше. Мен оларды қатты сондай бүйтіп алдарын кеспеймін да. Это нельзя деп наотрез болады ғой. Вот так не делай, так нельзя, вот просто ұят болады деген сөздерді мен көп айтпаймын. Мен оларды еркін тәрбиелегім келеді, еркін өсіп, еркін өздерінің ішіндегі қалаған нәрселерін айтса екен деймін да, солай өссе екен деймін. Өйткені ол өте маңызды. Бізді арасында енді жамандағаным емес қой, бірақ все равно бізді оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Кей кездерде ұялмайтын жерде ұялып қалатын кездерде болады менде. Вот ұят керек емес кезде, потому что тәрбиелеген да, ұят болады. Ана кімдер көрсе не деп айтады деп. Маған кей кездерде мамам әлі де солай айтады. Ана сен жалаңаш шығып жүрсің, ана жақтағы кімдер туысқанда, мен айтамын да, мам, ол туысқан маған не қатысы бар? Мен қиналсам, сол сенің туысқаның келіп маған сол кезде, Элизат, сен қиналып жатырсың ба деп менен сұрады ма деймін да. Мен өз күнімді өзім көрген адаммын. Менің жолым басқа. Мен қуансам да, мен қайғырсам да, ол адам маған керек емес. Мен өйткені өз-өзімді алып шыққан адаммын деймін да. Енді сол моментте маған қасымда болмаған адамдар қазір маған оның мнениесі неге қажет? Не үшін ол керек маған? Мен ол адамды вообще айтпаңдар. Маған қатысы жоқ. И мен де ол кісіде қатысым жоқ. Әрине, мен сыйлаймын бәрін, ол туысымыз, бірақ та ол менің өмірім, ол менің жұмысым. Ол егерде мен олай киініп шықсам, ол өмірде, мен өмірде білесіздер, мен вообще өмірде спортивкамен жүретін адаммын. Мен мүлдем қысқа кимеймін. Ол тек қана мен сахналық образым. Мен жай өмірде вообще шашымды буып аламын да, без краски жүретін адаммын. Боянбаймын. Бірақ мен сахна, ол менің образым, ол соны қалайды да, мен оны соны жасаймын. Сондықтан не айтып отыр едік жаңа, оны алдында басқа темаға кетіп қалдық қой. Енеден шығып. И балаларды жаңа еркін өсіргендіктен мен қазірден бастап оларға айтам. Вот твоя жизнь, это твоя жизнь. Вот как тебе исполнится 18 лет, мен оларға сразу бүйтіп айтамын, пинком под зад, кетесіңдер. Қолымнан келгенше стартовый мен сендерге жасап берем. Бір бөлмелі үй, мүмкін 2 бөлмелі, екеуіңе бірақ бөлек. Сен таласпайтындай, и бірдей қып. Сенікі жақсы, менікі жаман деп айтпайтындай қып. Екеуіңе қалай 18 жас толады, үйден кетесіңдер.
ары қарата өздерің машиналарыңды аласыңдар ма, жұмысқа кіресіңдер. Мен сол уақытқа дейін оларға жақсы білім бергім келеді, жақсы мектепке бергім келеді, жақсы білім, басқа тілдер үйреткізіп, менің қолымнан келгенше нәрсенің бәрін бергім келеді. Ары қарата ол баланың өзіне байланысты. Мен ойлаймын, 18-ге келген жаңағы шығар, үйден кетеді балалар, өздерінің өмірлерін өздері сүреді, и қандай қызды алып келмесе де, негритянкаға үйлене ма, орысқа үйлене ма, мен білмеймін. Ол өзінің сүйген адам, ол сүйген адамына қосылу керек. Ол қанша үйленбе деп жатсаң да, ол тыңдамайды сені. Бір күні обожжется, өзі түсінеді. Ажырасса да өзі біледі. Қанша бала туа ма. Мен айтамын ғой, мен семьяларына вообще қатысқым келмейді. Вот сенің өзіңнің өмірің. 10 рет ажырасасың ба, 10 рет үйленесің ба, өздерің, бірақ маған келмеңдер. Өзің таңдадың ба, өзің решай. Дұрыс қой? Мен ойымша солай. Өйткені енді әрине айтасың ғой, енді семьяңды жоғалтпа, былай жасама, мынауын жасауға болмайды деген сияқты. Бірақ та бүйтіп кірісіп, олар үшін шешім қабылдау, олардың ішкі кухнясына, үйіне барып, лишний раз шкафтарын ашып, или тамақтарын, кухняларын қарап, бүйтіп жоқ. Мен ондай нәрсеге мүлдем жолағым да келмейді. И мен сразу айтатын едім, у вас вот дети есть, айналайындар, смотрите сами. Вот мен саған сондай білім бергім келеді да мен оларға, чтобы олар ертең әйелі де, күйеуі де, то есть екеуі де жақсы жерде жұмыс жасап, үйлерінде няня ұстайтындай, домработница ұстайтындай, сондай деңгейде болу керек та. И, пожалуйста, гуляйте сколько хотите, что хотите, то и делайте. Бірақ маған андай алып келем, мен бала қарайтын адамға точно келмеймін. Немере қарайтын адамға да. Өйткені мен қазіргі уақытта көп нәрсені мен жанұямен өткізгім келеді, мен көп өмірімді балаларыма арнап жатырмын да. Жастық шағымды, жұмысыма және балаларыма. И мен айтам да, сол үшін де мен 18-ге келген кезде шығарып жүргім келеді да. Өйткені мен өзімде өмір сүргім келеді. Мен сол уақытқа дейін бәрін жасап, ары қарата мен путешествовать еткім келеді, басқа ел аралағым келеді. Әрине, жұмыс осында болады ғой, бірақ сонда да бос адам болғым келеді. Өйткені қазір менің бір аяқ қолым байланып қалғандай балалармен. Өйткені мен керекпін ғой, мен анасымын ғой. Сондықтан солай. Ендеше Құдай қаласа, бір 20 жылдан кейін дәл осындай сұхбатты бір шетелде, Балиде, бір мұхиттың жағасында өткізуге тырысайық. Сол күнге жетейік. Кездесуде қонақта болған әнші Элизат. Көп рахмет. Рахмет. Күшті сұхбат болды негізі. Әдемі сұхбат болды. Кездесуде кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Пока.